Сәлем достар, біз бүгінгі видеода дипломмен ауылға жобасы бойынша көтерме жәрдемақыға өтініш тастаймыз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін сіз өзіңіздің браузеріңізден Отбасы банк сайтын ашып алуыңыз қажет. Отбасы банк жазып ашамыз. Одан кейін екінші тұрған «Купить квартиру в Казахстане» сайтына кіреміз. Осы сілтеме арқылы кіреміз сайтқа. Міндетті түрде осылай кіріңіздер. Одан кейін кіру батырмасын басып, аут сертификатымен, яғни ключпен кіреміз. Одан кейін сіздің бетіңізде осындай бет парақша шығады. Міндетті түрде телефон нөміріңізді енгізуіңіз қажет. Өзіңіз енгізген телефон нөміріне 6 таңбалы цифр келеді, яғни код келеді. Сол кодты енгізесіз. Ары қарай растағаннан кейін сіздің телефоныңыз тіркелгені туралы осындай мәлімет шығуы қажет. Жоғары жақта көрсетілген банк бағдарламалары бөліміне өтіп, дипломмен ауылға бағдарламасын таңдайсыз. Дипломмен ауылға бағдарламасын таңдап, өтінім беру батырмасын басасыз. Өтінім беру батырмасын басқаннан кейін сізге осындай бет шығады. Аймағыңыз таңдайсыз. Бізге керекті Қызылорда аймағы. Қызылорда қаласы, Қызылорда әкімдігін таңдаймыз. Мақсатымыз біздің көтерме жәрдемақы алу өтінім түрі. Одан кейін жалғастыру батырмасын басамыз. Әрі қарай сіздің алдыңызда осындай SMS баратын телефон нөмір шығады. Сол телефон SMS-ке жауап беріп, мен растадым батырмасын басасыз. Одан әрі қарай сіз туралы мәліметтер шығады. Осы жердегі төмен жақтағы менің мәліметтерім дұрыстығына галочка қоясыз және әрі қарай жалғастырасыз. Әрі қарай жалғастыру батырмасын басқанда құжатты алыңыз деген жер шығады. Сол жерді басу арқылы сіз мұқият қарап алыңыз. Мен көрсеткен картинкеге тоқтап, стоп қойып, тоқтап қарап алыңыз. Каспий банкке кіріп, госуслуги, цифровой документ, предъявить документ, яғни осы төменде берілген кодты, мына құжатты алыңыз деген жерге басып енгізесіздер. Телефоныңызда көрсетілген, Каспий банкте көрсетілген кодты енгізгеннен кейін әрі қарай сіздің білім туралы дипломыңызды енгізу қажет. Барлық құжаттар PDF форматта болуы керек. Білім туралы дипломыңыз Каспий банкте көрсетілмеген болса, PDF форматын жүктеуіңізге болады. PDF форматта дипломды, одан кейін еңбек шартын және сіздің ақша түсетін есепшот нөміріңізді, яғни банктың есепшотын PDF форматта, міндетті түрде PDF форматта орнатуларыңыз қажет. Енгізулеріңіз қажет, яғни құжаттарыңызды мұқият қарап, PDF форматқа айналдырып, міндетті түрде мұқият қарап салыңыздар. Әсіресе реквизитті жүктеу кезінде қателік жібермеңіздер. Құжаттарыңыз қайтып келуі мүмкін. Көріп тұрғандарыңызда кезек өте көп. Ары қарай біз екінші кезеңге өттік. Өтініш таңдау, жұмыс аймағыңызды, жұмыс істейтін орныңыздың атауын, өзіңіздің қызметіңізді және қызмет саласын, және сонымен қатар есеп шотыңызды, ақша аударылатын өзіңіздің шотыңызды жазуларыңыз қажет. Мен сияқты копировать ставить етіп қойсаңыздар болады. Ешқандай қателік кетпейді сол кезде. Одан әрі қарай өтінішті қалыптастыру батырмасын басамыз. Өтінішті құрып болғаннан кейін сіздің өтінішіңіздің электронды варианты шығады. Оқып, мұқият танысып шығасыздар. Танысу батырмасын басып, осылай алдыңызда шыққан өтінішпен оқып танысып шығыңыздар. Одан әрі қарай біз қол қою және жіберу батырмасын басамыз. Ол үшін бізге ERSA ключ керек болады. Аут және ERSA екі түрі болады ғой, соның ERSA түрімен қол қоямыз. Міне алдарыңызда көрсеткеннен кейін осындай сізге
хабарлама шығады. 6 жұмыс күнін құрайды деп тұр. Сіз жеке кабинетте кіріп бақылап отырасыздар. Жеке кабинеттен қалай бақылап отырамыз дейтін болсақ, бастапқы кіргендей отбасы банктың сайтына кіреміз және өзіміздің аут сертификатын таңдап кіргеннен кейін менің өтінімдерім бөліміне өтесіздер. Мұқият қарап отырыңыздар. Сол жерге кіріп өзіңіздің өтінішіңіздің қай деңгейге келгені туралы жазылып тұрады. Соны қарап отырамыз. Мен мынау біз өтініш жіберіп қойғаннан кейін жауап келеді. Ол жауаппен міндетті түрде сіздермен бөлісіп, әрі қарай видеороликті жалғастыратын боламыз. Яғни сізге одобрение келгеннен кейін немесе келмеген жағдайда не істеуге болатындығын толық видеоға түсіріп сіздермен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Қош, сау болыңыздар достар.